Қазақстан Республикасы қарулы күштерінде 12 қыркүйек жергілікті әскери басқару органдары болып танылған. Сол себепті Кербұлақ ауданы бойынша осы Кербұлақ ауданы қорғаныс істері жөніндегі бөлім жеке құрамымен және әскери прокуратура, басқа да саладағы әскери бөлімдер офицерлері және олардың командирлері қатысты. Одан бөлек жергілікті басқару органдарынан тұлғалар, әкімдер қатысты. Сонымен қатар осы біздің кадет корпусы мектептен курсанттар қатысты. Енді баршаңызды, барша қазақстандықтарды және әскери осы комиссариатта әскери қызметте істеп жүрген офицерлерді, сарбаздарды, сержанттарды және олардың қызметкерлерін барын құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, осы істеп жатқан істеріңізге табыс тілеймін. Әрқашанда өркендеп, жақсы жетістіктерге жетулеріңізге тілектеспін.